1915 жыл 22 сәуір Бельгия Ипр маңы. Неміс әскерлері хлор тартылған баллондарды ашады. Окоптарға қарай сары жасыл бұлт жылжиды. Сарбаздар не болып жатқанын түсінбейді. Қарсы қару жоқ, нұсқаулық та жоқ. Бұл бірінші дүниежүзілік соғыста химиялық қарудың алғашқы жаппай қолданылуы еді. Сол кезде соғыс позициялық тұйыққа тірелген еді. Майдан қозғалмай тұрды. Серпіліс болмады. 150 тонна хлор жіберілді. Мыңдаған адам уланды. Кейін фосген пайда болды, сосын Ипр қаласының атымен аталды. Соғыс енді тек оқ пен артиллерия емес, соғыс химияға айналды. Жалпы 1 миллионға жуық адам зардап шекті. Ондаған мың адам қаза тапты. Газ көзге көрінбейтін үнсіз жау еді. 1925 жылы Женева хаттамасына қол қойылады. Бірақ бұл оқиға бір нәрсені дәлелдейді. Егер технология бар болса, ол бір күні қолданылуы мүмкін. Оқиға қызық болса, маған жазылды ұмытпа.